Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге келіндердің айлығын алып қоятын енелер жайлы біраз сөз қозғайтын боламыз. Ене мен келін қарым-қатынасы қай кезде де өзекті тақырыптардың бірі. Әсіресе алғашқы жылдары бір-бірін түсінбеу деген секілді келеңсіздіктер болып тұруы мүмкін. Одан бөлек ене мен келіннің арасында ақша мәселесі де өзекті бола бастаған. Ененің келіннің ақшасын таласуы дұрыс па? Біз біраз сауалнамалар жасадық, соларды қазір сіздерге оқып берейін. Маған көптеген хат келеді. Солардың арасында мұғалімдер мен басқа саланың мамандары бар. Көпшілігі енесімен тұрады. Енелері картасын тартып алып, құпия сөзін сұрап, келіннің ақшасын өзі жаратады. Бірінші кезекте мұндай енелерден қашу керек. Ажырас деп айтпаймын, бірақ бөлек тұру керек. Әр адамның өз шекарасы, өз аймағы болуы қажет. Мысалы, Қазақстан мен Өзбекстан бір-бірінің шекарасына кіріп кетсе не болады? Соғыс болады, сол сияқты отбасында осындай жағдайлар болады. Әрине, мәселе бір жақты болмауы мақсатында осындай оқиға басынан өткен келіндермен сөйлесіп көрдік. Айта кетейік, екі кейіпкеріміз де аты жөні жасыруды сұрады. Екі кейіпкеріміз де Алматыға келін болып түскен. Мәдина 5 жыл бұрын тұрмысқа шыққан. Бүгінде жолдасы екеуі 3 бала тәрбиелеп отыр. Бойдақ кезінде Мәдина банк саласында қызмет атқарған. Айлығы 400 мың теңге көлемінде болған. Тұңғышымды босанғаннан кейін және кейін алатын төлем қомақты шықты. Ол кезде күйеуім де енем де ол ақшаны сұраған емес. Баламды босанғаннан кейін баланың және өзімнің керегіме жараттым. Бірақ сол ақшаны да сұрап алатын енелер бар екенін білмедім. Құдайға шүкір, енемен ақша жайында араздасқан емеспіз. Керісінше енем зейнетте болса да арасында зейнетақысын немерелеріне деп керек жарағын алып бересін деп беріп тұрады. Күйеуім де енем де менің ақшама дәметкен емес, себебі мен онсыз да үйде екенімді, ай сайынғы төлем өзімнен артылмайтын жақсы түсінетіндерін айтқан болатын. Әр адамның санасына байланысты деп ойлаймын. Маған сондай алтын ене бұйырған екен дейді Мәдина. Ал екінші кейіпкеріміз Айсұлудың оқиғасы мүлдем басқаша. Оның айтуынша, бастапқыда енесі мен атасы оның босанғанға дейінгі және кейінгі алған 800 мың теңгесін сұрап алған. Айсұлудың оны тырнақшаға алып айту себебі де жоқ емес. Ата-енесі ол ақшаны қайтарымсыз деген екен. Сондағысы атасының көлігінің бөлшектерін сатып алу үшін қажет болды. Егер үйге қажет зат алатын болса, түсінер едім. Себебі өзім де сол үйде тұрып бірге өмір сүріп жүрген адаммын. Бастапқыда көлігінің бөлшектеріне керек екенін айтпаған болатын. Сондықтан біртүрлі болып қалдым, деді Айсұлу. Одан бөлек Айсұлу қызын босанғаннан кейін түсетін ай сайын төлемін енесі 20 мыңнан сұрап отыруды әдетке айналдырған екен. Өзім 90 мың аламын. Оның 20 мыңын берсем, 70 мың баланың өзімнің керек жарағыма жетпей қалады. Тек өзіме емес, арасында әйел адам болғаннан кейін үйге қажет заттарды да алғын келіп тұрады. Ар тартсаң ары, бері тартсаң бері жетпей кетті. Бір күні карточкамды сұрап бастады. Не екенін сұрасам, ақшаңды шығарып әкеліп беремін деді. Жақсы дедім, бірақ артынша құпия сөзді біліп алғаннан кейін картаң менде бола берсін деп айта бастады. Картам өзімде болуы керектігін ақырын жеткіздім. Енем түсінгендей болды. Шаңырақ шайқалмауы үшін, отбасының берекесі үшін 20 мыңнан беріп тұрамын. Бірақ екеуінің зейнетақылары бола тұра неге сұрайтынын әлі күнге дейін түсінбеймін, деп әңгімеледі Айсұлу. Енесі келіннің карточкасын тартып алып, ақшасын өзі ұстағаны дұрыс па, деген бір ғана сұрақ қойылады.